Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Мадияр Пернебай. Бүгін бізде өте топовый видео, неге вокзалдан бастап тұрып жатқан шығарсыздар. Оны сіздер видео барысында өзіңіз көріп түсінетін боласыздар. Енді көп сөйлемей, видеомызды бастаймыз. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі менің мына чемоданды менің оқырманым жіберді. Әрине көп рахмет. Маған осы видеоны бастамай тұрып 2 күн алдын инстаграмнан жазған болатын. Былайша айтқанда мені 3-4 жылдан бері көріп келе жатқан оқырманым, сол себептен осы чемоданды маған жіберіп отыр. Қазір ішінде не бар екенін ашып көретін боламыз. Ал менің жолдастарым менің үйге алып келіп, ішінде не бар екені өте қызық болып отыр. Әрине қазір ашып көретін боламыз. Маған негізі инстаграм арқылы жазған болатын. Алдымен бір Мадияр аға, сіздің видеоларыңыз ұнады, әсіресе осы чемодан ашып жүрген видеоңыз ұнап жатыр. Мен сізге чемодан жіберсем бола ма, видеоңызды ашып көрсетіңізші, өтініш деді. Әрине қуанағына келістім, бірден адресіңізді беріңізші деді. Адресті бере алмадым өкінішке орай. Сол себептен достар маған пойыз арқылы салып жіберді. Пойыз арқылы өзім күтіп алдым. Мінекей қазір көреміз ішінде не бар екенін. Опа, құдайым ай, жандарым, менің жандарым. Бірден көрініп тұр, подарка. Мына қараңыздар. Сосын хатша жетті, тұрды, хатша жетті. Сәлеметсіз бе Мадияр аға, қалыңыз қалай? Менің атым Айару дейді. Менің жасым 12-де, мен Алматы қаласынанмын. Сіздің видеоларыңызды үзбей көремін. Маған сіздің видеоңыз қатты ұнайды. Әсіресе чемодан ашқан видеоңыз ұнайды. Біз ана екеуміз сізге сыйлық жібердік. Өз видеоңызда сол сыйлықты ашып видеоға түсіріңізші. Конечно, құдайым ау, әрине ғой. Сосын не дейді? Және видеоңызда маған сәлем жолдаңызшы. Айару, саған жалынды сәлем. Менің анам сіздің анаңызға посудалар жіберді. Ешқашан ауырмаңыз, каналыңыз дамай берсін. Және де сурет салып жіберді. Қараңыздар, не деген 12 жасар Айару деген қыз. Мына посуданы менің адамға беріп жіберді. Салат екі стекляны дейді, салат салатыңыздар. Құдайым ау, рахмет саған, көп рахмет. Тағы не бар мына жақта? Мінекей. Шоколад, іші толған шоколад, рахаттың шоколад с праздником дейді. Шоколад компьютер жиынтығы. Тағы бір шоколад. О, кітап энциклопедия. Сұрақ және жауап энциклопедия дейді. Не бар екен бұл ішінде? Шөл далалар, энциклопедия, ақпараттар. О, нағыз керек кітап. Қазіргі бізге керек кітап. Тіпті қазақша достар, өте тамаша. Риза болып отырмын әрине. Тағы не бар екен? Тағы да мынау не? Мынау да посуда. Посуда ұқсайды, по-моему, тарелка ма? Тарелка ұқсайды. Әрине енді посудаларды сыйлық ретінде анама беріп жібердім дейді. Сол себептен бұның бәрін ашпай қояйық. О! Чипсы достар, сонымен қатар чипсы. Великолепно. Принглстың чипсы бар. Әне көрейікші. О, достар, менің іші толып тұр. Рахмет саған көп. Тағы не бар? Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай шоколад, мынау неме чипс, кирешки, кренкидің кирешки, хрустим дейді, кирешки тағы да, және де яшкино бапли дейді. Сонымен қатар тағы да чипсы стикс, мына жақта қараңыздар, шоколадтар ұқсайды. Іші толған шоколад, M&M's, KitKat, Twix, Mars, Big Bob, Milky Way, Snickers және де Mambo бар екен. Сонымен қатар чемоданды айтамын да, чемоданды. Ну енді чемоданның өзі еще подарка ояндырып отыр. Чемоданның өзі подарка. Ал мына жағында не бар екен көрейік. Мүмкін мына жағында бір сыйлықтар бар шығар. Мына жағы пустой. Мынаусы көрейік, мына не бар екен. Мына жағы да пустой. Енді ол жағы бізде аса қатты маңызды емес, бірақ ең басты шын жүрегім қуанып отыр. Астын ашып көре саламыз ғой дейді. Мүмкін бұның астынан бірдеңе шығып қалады. Әрине Айару ренжіме, просто сақтықта қолық жоқ, ішінде не бар екен көре салайық. Мүмкін бір затын ұмытып кеткен шығарсың. Чемодан ішінде көп рахмет. Әрине көрермендерің, оқырмандарың саған осындай чемоданмен бірге сыйлық жіберіп отырса, неге қуанбасқа. Сіздерге көп рахмет достар. Егер де достар сіздерде сыйлық жібергендеріңіз келсе, сіздердің де сыйлықтарыңызды осындай менің видеомда ашқанымды қаласаңыздар достар,
маған инстаграмға жазыңыздар, барлықтарыңызға өтетін боламын. Бірақ достар, сыйлық жіберу үшін чемоданмен жіберу маңызды емес. Өздеріңіздің ескі сумкаларыңыз болатын болса, соның өзі де мен үшін қуаныш достар. Сол өзі не болмаса пойыз арқылы салып жатсаңыздар, өзіңіз күтіп алатын боламын. Егер тағы да осындай видео шыққанын қаласаңыздар, осы видеоға достар лүпіл басып, арнаға жазып, комментарий қалдырып беріңіздер. Достар, сонымен қатар біздің өткендегі видеоға заказ берген 2 чемоданымыз келіп жетті. Енді сіздер сол видеоға біз айтқандай 20 мың лайк жіберетін болсаңыздар, мен сол видеоны шығаратын боламын. Ендеше достар, көп сөйлемейміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.